Шеңбер элементтері. Біз шеңбер элементтерін өте жақсы білуіміз керек. Біз олардың ең біріншісі біз білетін нәрсе ол жалпы шеңбер. Шеңбер дегеніміз центр, осы центрден бірдей қашықтықта орналасқан нүктелердің жиынтығы. Центрден бірдей қашықтықта, шеңбердің бойы центрмен бірдей қашықтықта орналасқан. Бұл бізде шеңбер деп аталады. Біріншісі центр. Центр ол дәл ортасы. Центр деген сөз біз жақсы түсінеміз. Но бізде центр болып табылады нүкте. Бұл ата тек нүкте ғана бұл. Центр нүкте болып белгілейміз осылай. Жақсы. Келесі бізде радиус. Радиус ол центр мен шеңбердің бойын қосқан кезде, жасыл сызықтар ғой. Бұл осы центр мен шеңбердің бойындағы бір нүктені қосатын болсақ, ол радиус болып табылады. Радиус дегеніміз шеңбердің бойында өте көп. Мен жылжытамын ғой. Бұның әр қайсысы мынау тұрғанда шеңбер болады, мынау тұрғанда радиус болады, мынау тұрғанда радиус болады. Бұның барлығы радиус былай жылжи берсе де, әр қайсысы радиус болып табылады. Жақсы. Енді хорда. Бұл хорда шеңбердің бойындағы кез келген екі нүктені қоссақ, бір нүкте, мынау екі нүкте, екеуін қоссақ, бізде хорда шығатын еді. Мынау бізде хорда. Хордада көп болады. Бұл шексіз көп болды. Біз былай жылжысақ та, былай жылжысақ та, былай жылжысақ та, бұл барлығы хорда болып табыла береді. Енді хорда қай кезде ең үлкен, ең ұзын болады? Бұл ең қысқасы енді бұл жабысып қалады бұл. Ал ең үлкені центр арқылы өткен кезде болады. Бұл ең үлкен хорда. Бірақ ең үлкен хордаға қатысты өзінің жеке атауы бар. Егер центр арқылы ең үлкен хорда өтетін болса, оның аты диаметр болады. Хорда алып тастаймыз. Бұл бізде уже бұның аты диаметр болады. Диаметр. Бұл тек қана центр арқылы өтеді. Бұл жаңа хорда сияқты бұлай кішірейіп кетпейді. Хорда кішірейіп кетті ғой. Ал диаметр ол кішіреуі мүмкін емес. Ол ең ұзыны болады бізде. Жақсы, хорда диаметр түсінікті. Енді бізде қиюшы деген сөз бар. Бұл мынау қиюшы. Бұл ұзын түзу бұл. Өте ұзын, шексіз бұл. Бұл шеңбердің екі нүктесі арқылы алады да бүйтіп қияды. Мында бір нүкте, бір нүкте. Екеуі арқылы қияған кезде бұл бізде қиюшы болады. Бұл бізде қиюшы. Енді қиюшы бір нүктеде өтуі мүмкін бе? Ол мүмкін емес негізінде бір нүктеде өтуі. Ол бір нүктеден өтетін болса, ол уже бізде қиюшы емес, ол жанама болып қалады. Жанама. Жанама тек қана шеңберді жанап өтеді, атайды тұр ғой жанама деп. Тек қана жанайды болды. Бұл бір нүкте арқылы ғана өтеді болды. Осы жерде бір нүкте бар ғой, сол арқылы түзу жүргізсек, ол шеңберге жанасып тұрған жанама болады. Осылай бұның бәрі жанама болып табылады. Жақсы. Енді бізде тағы бір қызық нәрсе бар. Жанама мен радиустың екеуінің қиылысуы бар. Екеуін бір нүктеге қойдым. Осында біз жаттайтын бір өте маңызды нәрсе бар. Радиус пен жанама үнемі 90 градус болады. Екеуі тік бұрыш болады. Біз қазір екеуінің арасы бұрышын өлшейтін болсақ, ол 90 градусқа тең болады. Жақсы, жанама түсінікті. Енді бізде доға деген сөз бар. Бұл доға, бұл шеңбердің бойында болады. Мысалы, бағана бізде хорда болды ғой. Біз осы қасына алып барайық хорданы қазір бұлай. Міне. Бұл бізде хорда іші арқылы өтетін болса, бұл хорда. Ал шеңбердің бойында орналасатын болса, ол бізде доға болады. Доға. Бұл доғада үлкен, кіші болып қазір екіге бөлініп болды. Міне. Бұл доға шеңбердің бойында болады. Доғаны біз екіге бөлеміз. Кіші доға, үлкен доға деп. Мында көріп тұрғандарыңыздай, көк бізде бұл кішкентай доға. Шеңберде екі доға болды ғой. Біз мына екеуін белгілеп алсақ, қалған жағы үлкен доға болып белгілейміз. Кіші доға, үлкен доға. Тамаша. Жарты шеңбер. Жарты шеңбер деген ат айтып тұр. Жартысы ғана. Тура шеңбердің ортасынан бөлген кезде, бізде жарты шеңбер болады. Бұл жарты шеңбер нешеге тең болады? Градус бойынша бұл 180 градусқа тең болады. 180 градус. Ал енді бұл жартысы 180 болса, тағы жартысын қоссақ, екінші жартысын жалпы 360 градус. Енді есімізде болсын, шеңбердің ішіндегі толық бұрыш болатын болса, ол 360 градусқа тең болады. Жақсы. Енді бізге бұрыш шеңберде екі бұрыш бар. Біреусі центрлік бұрыш, екіншісі ішкі бұрыш. Айырмашылығын қарайық. Айырмашылығы центрлік бұрыш ол тек қана қызыл бізде центрге келіп тіреледі.
центр арқылы бір доға ғана, яғни біз доға деп ойласақ қызыл нүктеден бұл екінің арасынан доға ол центрге келіп тіреліп тұр. Центр мына қызыл бізде екеуі бұрыштың екі жағындағы екі сәулесі, екі кесіндісі. Бұл центрлік бұрыш болып табылады. Ал бізде ішкі бұрыш деген бар. Бұл центрге тірелмейді, бұл шеңбердің бойында орналасқан. Шеңбердің бойында мында бізде екі нүкте тұр. Осы арқылы берілсе, бұл бізде ішкі бұрыш болып табылады. Бұлардың әрқайсысын білу бізге өте маңызды.